Жаңбыр сіркіреп тұрған салқын кештердің бірі еді. Адамның ішін біртүрлі мұң басатын уақыт қой, ондай мен жұмыс бабымен бір қарттар үйіне баруға тура келді. Шынымды айтсам, ондай жерге барғым да келмейтін. Өйткені ол жақтағы адамдардың көзіндегі мұңды көру әркімнің қолынан келе бермейді. Есікті ашып кіргеннен ақ бір ауыр тыныштық сезіледі. Айқай жоқ, күлкі жоқ, тек үнсіздік. Қабырға бойымен баяу жүріп келе жаттым. Бір жерде теледидар қосулы тұр, бірақ оны қарап отырған ешкім жоқ. Басқа бір бөлмеде екі апа терезеге қарап үнсіз отыр. Сол кезде менің көзім бір кемпірге түсті. Ол кісі бұрышта жалғыз отыр екен. Қолында ескі орамал, сол орамалды қайта-қайта қысып ұстап бір нүктеге қарап отыр. Жақындап бардым. Апа, жағдайыңыз қалай? Дедім жай ғана. Ол кісі маған бір қарады да көзінен жас ыршып кетті. Сол сәтте жүрегім біртүрлі шым ете қалды. Қызым, сен біреудің баласың ғой? Иә, деді ол ақырын ғана. Иә, апа, онда анаңды тастама. Осы сөзді айтты да жылап жіберді. Мен не айтарымды білмей қалдым. Жанында отырып қалдым. Апа, не болды? Дедім. Сәл үнсіз отырды да өзі жайлап сөйлей бастады. Менің де балам бар еді. Жалғыз ұлым, кішкентай кезінде маған жабысып жүретін. Мама, сен мені ешқашан тастамайсың ба? Деп сұрайтын мен күліп. Жоқ балам, мен сені өмір бойы тастамаймын дейтінмін. Ал енді қара, мені тастап кеткен сол бала. Апа көз жасын сүртті. Өз қолыммен өсірдім ғой, әкесі ерте қайтыс болды. Жалғыз өзім күндіз түні жұмыс істедім. Аш қалса да балам аш қалмасын дедім. Өзім ескі киім кидім, оған жаңасын алып бердім. Оқыттым, үйлендірдім, тойында жасап бердім, бәрін істедім. Даусы дірілдеп кетті, бірақ келінім мені жақтырмады, басында үндемедім. Жас қой дедім. Кейін ұлым өзгерді, баяғыда емес, суық сөйлейтін болды. Бір күні үйде ұрыс шықты. Келінім айқайлап, бізге тыныштық беріңізші, деді. Сол кезде ұлым, апа, тоқтап қалды, көзіне жас толды. Ұлым үндемей тұрды да маған. Мама, сізге қарттар үйінде жақсырақ болады, деді. Сол сөзді естігенде жүрегім сол жерде тоқтап қалғандай болды. Мен үнсіз тыңдап отырмын. Айтар сөз жоқ. Апа сөзін жалғастырды. Мен қарсы болмадым, балам ғой деп жарайды дедім. Сөйтіп осы жерге әкеліп тастады. Алғашқы күні есіктің алдына қарап отырдым. Қазір келеді деп екінші күні тағы күттім. Бір апта, бір ай, бір жыл өтті, ешкім келмеді. Осы жерде апа қатты жылап жіберді. Мен де көзіме жас алдым. Апа, ұлыңыз мүлде келмей ме? Жоқ, қызым, бір ретте телефон да жоқ, хабар да жоқ. Мен тірімін бе, өлдім бе, білмейді де. Сол сәтте апа қалтасынан бір кішкентай қағаз шығарды. Мынау оның бала кезіндегі жазғаны. Қағазды ашып көрсетті. Онда былай жазылыпты. Мама, я тебя люблю. Я никогда тебя не брошу. Менің жүрегім шым ете қалды. Апа жай ғана айтты. Балалар өседі, бірақ кейбірі адам болмай өседі. Апа сол әңгімені айтып болғаннан кейін біраз уақыт үнсіз отырды. Мен де үндемедім. Өйткені ондай кезде артық сөздің қажеті жоқ сияқты. Адам тек тыңдайды, сезінеді, ішінен күйеді. Терезенің ар жағында жел күшейіп кеткен екен. Әйнек сәл сықырлап тұр. Бөлменің іші салқын тартқандай болды. Бірақ маған суықтан емес, апаның сөзінен бір түрлі тоңып отырғандай сезім келді. Апа қолындағы ескі орамалды баяу уқалап отырды да қайтадан сөйлей бастады. Даусы әлсіреген, бірақ әр сөзі жүрекке қадалады. Қызым, білесің бе, мен бұрын қарттар үйіне түсемін деп ешқашан ойламадым. Тіпті ондай жер бар екенін білсем де, менің басыма келмейді деп жүре беретімін. Өйткені мен өзімді бақытты анамын деп ойладым. Жалғыз ұлым бар, соны адам қылдым, ер жеткіздім, соның қызығын көремін деп сендім. Ол бір сәтке тоқтап, терең күрсінді. Балам кішкентай кезінде өте мейірімді еді. Түнде қорқып оянса, жүгіріп келіп мойныма асылатын. Мама, сен барсың ғой, мен қорықпаймын дейтін. Сондай сөздерді естігенде, мен өзімді ең бақытты адам сезінетімін.
Сол үшін бәріне дайын болдым, аш қалсам да, шаршасам да, ауырсам да білдірмейтінмін. Мен апаның жүзіне қарап отырдым. Көзінде тек мұң емес, өткен өмірдің елесі бар еді. Бір күні есімде, мектепке баратын кезде аяғында дұрыс аяқ киімі болмады. Сол кезде өзімнің соңғы ақшама оған аяқ киім алып бердім де, өзім қыс бойы ескі аяқ киіммен жүрдім. Аяғым су болып ауырып жүрдім, бірақ оған айтпадым. Өйткені ана деген сондай ғой, баласы күліп жүрсе, өзі бәрін ұмытады. Осы жерге келгенде апаның даусы дірілдеп кетті. Ал қазір сол бала мені есігінен кіргізбей қойды, мен не айтарымды білмедім. Ішімде бір ашу, бір өкініш, бір ауыр сезім араласып кетті. Апа сөзін жалғастырды. Мен оны кінәлағым келмейді, қызым, шынымды айтсам, кейде өзімді кінәлаймын. Мүмкін мен оны тым еркелетіп жібердім бе деп ойлаймын. Бар нәрсені дайын бердім, өмірдің қиындығын көрсетпедім. Соның кесірінен, бәлкім, ол мейірімділіктің қадірін түсінбей өсті, ол көз жасын сүртіп алды да маған қарады. Бірақ қандай болса да, ол менің балам ғой, жүрек оны бәрібір жақсы көреді екен. Ақыл ұмыт дейді, ал жүрек тыңдамайды. Сол кезде менің тамағыма бір нәрсе тығылып қалғандай болды. Сөйлей алмай қалдым. Бір шама уақыт өткен соң, апа тағы бір ауыр естелігін айта бастады. Қызым, мен саған бір нәрсені айтпадым. Сол үйден қуып шыққан күні мен түнде көшеде біраз отырдым. Қардың үстінде. Үйге кіре алмадым, қайда барарымды білмедім. Сол кезде алғаш рет өзімді ешкімге керек емес адам сияқты сезіндім. Осы сөзді айтқанда оның көзі босап кетті. Адамға ең ауыры не екенін білесің бе? Аш қалу емес, тоңу емес, ең ауыры сенің ешкімге керегің жоқ екенін түсіну. Мен басымды төмен түсіріп отырдым. Өйткені ол сөздің шындығы тым ауыр еді. Сосын өзім осы қарттар үйіне қайта келдім. Есікті қақтым, қызметкерлер таң қалды. Сіз қайда кеттіңіз? Деді. Мен ештеңе демедім. Тек ішке кіріп мына орындыққа келіп отырдым. Сол күннен бері осы жердемін. Ол айналасына бір қарап өтті. Осындағы адамдардың бәрінің тағдыры ұқсас, қызым. Бірі ұмытылған, бірі тасталған, бірі ешкімге керек болмай қалған, бірақ бәрінің жүрегінде бір ғана үміт бар. Балам келіп қалар деген сол кезде апа ақырын ғана күлімсіреп қойды. Кейде есіктің дыбысы шықса болды, бәріміз жалт қараймыз. Менікі келді ме екен? Деп, бірақ көбіне басқа біреуге келген адам болып шығады. Осы сөзден кейін бөлме іші мүлде ауырлап кетті. Мен апаның қолын қысып ұстадым. Апа, сіз жалғыз емессіз, ол басын шайқады. Жоқ, қызым, адам көп болғанмен, жалғыздық бәрібір болады. Сәлден кейін оның дауысы мүлде бәсеңдеп кетті. Мен енді шаршадым, күте-күте шаршадым. Ол көзін жұмып, біраз үнсіз отырды. Мен оны мазаламадым. Біраз уақыт өткен соң, ол көзін қайта ашты да, ең соңғы сөзін айтқандай болды. Егер бір күні анаң ренжітіп алсаң, ұзақ күттірме, барып құшақта, өйткені кейбір құшақтаулар кеш болып жатады. Сол сөзден кейін оның қолы босап кетті. Мен бірден түсінбедім. Апа, деп шақырдым. Жауап болмады. Қолы салқындай бастады. Сол сәтте ғана бәрі кеш екенін түсіндім. Сол күні қарттар үйінен шыққанда жаңбыр әлі жауып тұрды. Бірақ маған ол жай жаңбыр емес, бір ананың төгілген көз жасы сияқты көрінді. Мен ішімнен бір ғана оймен кеттім. Кейде адамдар ата-анасын тірі кезінде қадірлемейді, ал қадірін түсінгенде кеш болады. Апа қайтыс болғаннан кейін қарттар үйінің іші бір түрлі босап қалғандай болды. Кеше ғана сол бұрышта отырып, орамалын уқалап, баяу сөйлеп отырған адам бүгін жоқ, бірақ оның орны бос тұрғанымен айтқан сөздері қабырғада қалғандай сезіледі. Мен ол жерге тағы бір екі рет бардым. Әр барған сайын сол орындыққа қарап, еріксіз тоқтап қалатынмын. Бір түрлі адам жоқ, бірақ ізі бар. Арадан шамамен 2 аптадай уақыт өтті. Бір күні қарттар үйіне тағы бардым. Сол кезде есіктің алдында бір ер адам тұрғанын көрдім. Үстінде қымбат пальто, қолында көлік кілті. Сыртынан қарасаң, жағдайы жақсы, өзіне сенімді адам сияқты. Бірақ бет әлпеті мазасыз еді. Біреуді іздеп тұрғаны көрініп тұр. Ол қызметкер әйелден сұрап жатты.
Кешіріңіз, мұнда бір апа болған атының орнын сен өзің қалаған есіммен толтыра аласың, сол кісі қайда? Қызметкер сәл үнсіз қалды да жай ғана айтты. Сіз кешігіп қалдыңыз, қалай? Деді ол түсінбей. Ол кісі қайтыс болды. Сол сәтте ер адамның жүзі өзгеріп кетті. Көзі үлкейіп, даусы бәсеңдеп қалды. Қашан? 2 апта болды, ол ештеңе демей, бір орында қатып қалды. Қолындағы кілті дірілдеп кетті. Мен жұмыста болдым, келе алмадым, деді күбірлеп. Бірақ бұл сөзі енді ештеңені өзгерте алмайтын еді. Мен сырттай қарап тұрдым. Бірден түсіндім, бұл апаның ұлы. Сол күткен бірақ келмеген бала. Ол баяу ішке кірді. Дәлізбен жүріп өтті. Әр қадамында сенімсіздік бар. Бір нәрсені қайтарғысы келетін адам сияқты, бірақ кеш екенін өзі де сезіп тұрғандай. Сол бұрышқа келді. Апа отырған орындыққа. Баяу отырып қалды. Қолымен орындықты сипап өтті, сосын басын төмен түсірді. Бір кезде иығы селкілдей бастады. Жылап отыр, үнсіз, бірақ жан даусы ішінен шығып жатқандай. Мама, деді сыбырлап. Осы сөзді айтқанда даусы сынып кетті. Мен келдім, кешікпедім деп ойлаған едім, бірақ өзі де түсініп тұр кешіккенін. Қалтасынан бір нәрсе шығарды. Бұл сол баяғы қағаз. Мама, я тебя люблю. Я никогда тебя не брошу. Сол қағазды көріп, ол қатты жылап жіберді. Неге мен осындай болып кеттім? Деді өзіне өзі. Неге сені түсінбедім? Неге соңғы рет құшақтамадым? Бұл сұрақтарға жауап жоқ еді. Ешқашан болмайды да. Сол күні ол қарттар үйінен шыққанда мүлде басқа адам сияқты еді. Сыртқы келбеті сол қалпы, бірақ ішінде бәрі қирап кеткен. Келесі күні ол зиратқа барды. Аспан бұлтты еді. Жер сәл дымқыл. Жел баяу соғып тұр. Қолында гүл, қадамдары ауыр, әр қадамы өкініш. Қабірдің басына келді. Тоқтап қалды. Жақындай алмай тұр, өйткені ол жерде енді ештеңені өзгерту мүмкін емес екенін түсініп тұр. Бірнеше секундтан кейін барып тізерлеп отырды. Гүлді қойды. Қолын топыраққа тигізді. Суық, дәл анасының соңғы күндеріндегі қолындай. Сол сәтте ол шыдай алмады. Мама, кешірші мені, деп айқайлап жіберді. Даусы бүкіл зиратқа тарады. Мен ақымақ болдым, мен сені ренжіттім, бірақ мен сені жақсы көрдім ғой. Көз жасы тоқтамайды. Неге сен барды айтпадым? Неге күтіріп қойдым? Жер үнсіз, аспан үнсіз, жауап жоқ. Өйткені кейбір сөздер тек тірі адамға керек, ал айтылмай қалған сөздер ең ауыр жүк болып өмір бойы қалады. Ол ұзақ отырды. Сөйлей берді. Кешірім сұрады. Бірақ енді оны еститін ешкім жоқ еді. Сол күннен кейін ол жиі келетін болды. Әр келген сайын бірдей сөз айтады. Мама, мен келдім, бірақ енді оны ешкім қарсы алмайды. Бұл оқиғаның ең ауыры ананың жылағаны емес, ең ауыры баланың кеш жылағаны қорытындысы. Ата-ана бізде мәңгі емес. Олар бар кезде бір рет артық құшақта, бір рет артық жылы сөз айт, өйткені ертең кеш болуы мүмкін.